Ішкі істер министрлігінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметкерлері Алматы қаласының Жетісу ауданында жалға алынған жеке үйлердің бірінде есірткі зертханасын жойды. Жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында жалпы салмағы 1,5 килограммнан асатын альфа-PVP синтетикалық психотроптық заты табылып, тәркіленді. Күдікті ұсталды. Одан салмағы 100 граммнан асатын синтетика тәркіленді. Ер адам есірткіні байланыссыз тәсілмен өткізбек болған. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Полиция жыл басынан бері 52 есірткі зертханасын жойды. Заңсыз айналымның жарты тонна синтетика тәркіленді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Естеріңізге сала кетейік, 2021 жылдың қазан айынан бастап синтетика есірткінің ауыр түріне теңестірілді. Оларды сақтау үшін қылмыстық жауапкершілік 1 граммнан басталады. Аталмыш факт бойынша күдікті мүлкі тәркіленіп, 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.